17 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан, Қазақ хандығының әлсіреуі, ішкі қайшылықтардың өршуі, Тәуке ханның билік құруы және оның заңдары. 7 жарғы. Құрметті балалар, бүгінгі сабақта Жәңгір сұлтанның билік басына келуі және Жәңгір хан тұсындағы қазақтар мен жоңғарлар арасындағы шапқыншылықтар туралы ой толғап, тарих қойнауына терең бойлауға мүмкіндік аласыздар. Сонымен 1628 жыл. Есім ханның қайтыс болуымен шамамен 1628-1652 жылдары оның баласы Жәңгір сұлтан билік басына келді. Ол басы үлкен, кеудесі кең, аласа әрі батыр адам болған екен. Сол себепті халық арасында оны Салқам Жәңгір деп атаған. Жәңгірдің билік құрған мерзімі жоңғарлардың көсемі Батур Қонтайшының күшеюімен сәйкес келді. Олар қазақ хандығына бірнеше рет жорық жасады. Жәңгірдің бар өмірі жетісу үшін болған жоңғарлармен, сыр қалалары үшін аштарханиттермен күрес жағдайында өтті. Жәңгір хан тұсында қазақтар мен жоңғарлар арасында 3 ірі шайқас. Біріншісі 1635 жылы, екіншісі 1643 жылы, үшіншісі 1652 жылы болған. 1643 жылы екінші шайқаста қазақтар жеңіп шықты. Бұл шайқас тарихқа Орбұлақ шайқасы деген атпен енді. 1643 жылы жоңғар билеушісі 50 мың әскерімен қазақ жеріне енеді. Небәрі 600 адаммен шыққан Жәңгір осы шайқаста жеңіске жетеді. Жәңгір хан әскері санының осынша аз болуы былайша түсіндіріледі. Жәңгір хан екі таудың арасындағы тар жырауда ор қазып бекініс жасайды. Өзі екінші бөлігімен таудың екінші бетіне жасырынады. Батур Қонтайшы ор қазып алып, ерлікпен қорғанып жатқандарға қарсы шабуыл ұйымдастырады. Осы кезде Жәңгір жаудың ту сыртынан соққы береді. Сөйтіп, жоңғарларды қатты шығынға ұшыратып, 10 мыңдай адам қырылады. Ұрыс бітуге жақындағанда 20 мыңдай әскермен Самарқант билеушісі атақты Жалаңтөс батыр Жәңгірге көмекке келеді. Қонтайшы шегінуге мәжбүр болды. Осы шайқаста Шапырашты Қарасай, Арғын, Ағынтай, Найман, Көксерек, Алшын, Жиембет, Қаңлы, Сарпын тағы басқа батырлар шықты. Осыдан кейін жан-жақты дайындалған жоңғар Қонтайшысы 1652 жылы қайтадан қазақ даласына аттанды. Осы шайқаста Жәңгір хан қаза тауып, қазақтар жеңіліске ұшырады. Жәңгір хан Түркістанда жерленді. 1680 жылдары жоңғарлар Жетісу мен оңтүстік Қазақстанға баса көкті еніп, Сайрам, Шымкент, Ташкент, тағы да басқа қалаларды басып алады. Жәңгірдің баласы Тәукенің билікке келу қарсаңындағы қазақ даласындағы жағдай осындай ауыр халде болатын. Жәңгірдің баласы Тәуке хан 1680-1715 жылдар тұсында қазақ хандығының бірлігі күшейе түсті. Ол қазақ тарихында Әз Тәуке, яғни Дана Тәуке деген құрметті атаққа ие болды. Тәуке бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құруға күш жұмсады. Тәуке ханның өзіне дейінгілерден ерекшелігі өз билігін дала аристократтары, билердің қолдауымен күшейтуі болды. Феодал шонжарларының өкілдері мен билерден құрылған хандық кеңестің және билер кеңесінің рөлін арттырды. Билер кеңесі Тәуке ханның ордасы Түркістан жанындағы Бейтөбе мен Сайрам түбіндегі Мартөбеде, Ангрен қаласына жақын жердегі Күлтөбеде өтетін болды. Тәуке хан беделді билерге арқа сүйеп, феодал ақсүйектерді, сұлтандарды әлсіретуге тырысты. Жүздер мен ұлыстар арасындағы үлкен даулар билер кеңесінде қаралып шешілді.
Билер хандықтың ішкі өмірі мен сыртқы саяси өмірінің аса маңызды мәселелерін шешіп отырды. Тәуке хан өз билігінің бір бөлігін билерге беру арқылы ықпалды билерді мемлекеттік істерді шешуге, елді басқаруға тартты. Олардың қатарында 300-дің атақты Төле, Қазыбек және Әйтеке билері бар. 300-дің басын қосып, қазақ хандығын нығайтуда билер кеңесінің рөлі өте зор болды. Тәуке тұсында қазақ-орыс қарым-қатынасы барынша күшейтілді. Тек 1686-1693 жылдардың аралығында Сібірге 5 рет қазақ елшілігі жіберілді. Міне осындай жағдайда Тәукенің тұсында жеті жарғы деген атаумен әдеттегі құқық өлшемдерінің жиынтығы өмірге келді. Тәуке ханның жеті жарғысының баптары сол заманның талаптарына сай келді. Ол қазақ қоғамы өмірінің барлық жағын түгел қамтыды. Онда әкімшілік, қылмыстық істер, азаматтық құқық өлшемдері, сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар, жер дауы, құн дауы туралы ережелер енгізілді. Тәуке билігі тұсы қазақ қоғамындағы алтын ғасыр, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болды. Орыстың тарихшы ғалымы Левшиннің Тәукені ол қазақ ордаларының айдаһары, ликургі деген теңеулері қазақ қоғамының дәуірлеу кезеңін білдірсе керек.